Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Нөмір 2 циклдік әдістемелік кеңесінің анатомия және де физиология, патология пәнінің оқытушысы Давлетярова Римма Әділбековна. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз гастрит ас қорыту жүйесінің ауруы, яғни патологиясы. Бұл жақта біз патогенезі туралы тоқталатын боламыз. Жалпы бұл қандай ауру, сол туралы тоқталып айтып кетеміз. Гастрит деген не? Гастрит бұл жалпы бізде асқазанның шырышты қабатының морфологиялық және функционалдық өзгерістермен сипатталатын қабыну ауруы. Яғни бұл жақта бізде асқазанның сілемейлі қабығының қабынуы, яғни асқазанның функциясын бұзып, тіпті оның құрылымдық өзгерулеріне де алып келетін болады. Көптеген себептер бар оған. Гастриттің дамуына бірнеше факторлар әсер етеді. Ол факторлар бізде тамақтану болуы мүмкін, стресс, әртүрлі инфекциялар. Яғни біз тоқталатын болсақ, ол хеликобактер пилори бізде инфекцияның негізгі себептердің ең бірінші себебі болып табылады. Дұрыс емес және ретсіз тамақтану, яғни ащы, майлы, тым ыстық немесе тым суық тамақтарды пайдалану. Яғни бізде жастар көбінесе майлы тағамдар, бургер сияқты тағамдарды қолданатын болғандықтан бізде болысты алып келу мүмкін. Алкогольдік ішімдіктер мен темекі шегу, яғни алкогольдік ішімдіктер де бізде асқазанымызға әсер ете отырып, темекі де бізде асқазанымызға әсер етеді. Яғни сонымен қатар дәрілік препараттар, әсіресе стероидты емес қабынуға қарсы дәрілерді де айтуымызға болады. Және де ұзаққа созылған психоэмоционалдық стресс. Жалпы стресс бізде көп деген аурулардың бірнеше себептердің ең бірінші себептер болып табылады. Яғни бұл бізде ас қорыту жүйесі болғанымен, ең бірінші бізде жүйке жүйесіне әсер ете отырып, бізде асқазанға да әсер етеді. Яғни оны бізде асқазанды реттейтін ол бізде жүйке жүйесі. Яғни оның бізде көп деген белгілері бар. Оған тоқталатын алдында мен гастриттің патогенезіне тоқталғым келеді. Яғни бұл жақта асқазанның шырышты қабатының қорғаныш және агрессивті факторлары арасына тепе-теңдіктің бұзылуына алып келеді. Яғни негізгі агрессивті факторларға тұз қышқылы, пепсин, бактериялық токсиндер жатады. Яғни біз анатомияға, физиологиясына есімізге түсіретін болсақ, пепсин, тұз қышқылын бізде бөлетін болып табылады. Солардың барлығы токсиндер жататын арқылы осы қорғаныш факторларға шырышты қабат, бикарбонаттар қанмен қамтамасыз етілуі жататын болып табылады. Хеликобактер пилори асқазанның шырышты қабатына енген кезде ол уреаза ферментін бөліп шығарады. Жергілікті ортаны өзгертеді, эпителий шоларын зақымдайды, нәтижесінде шырышты қабаттың тұтастығы бозылады. Яғни хеликобактер бізде физиологияда, анатомиясы бойынша ол өзген бізде асқазанда болады, бірақ ол активтенбеген. А гастрит пайда болған кезде, қабыну пайда болған кезде ол инфекциясы бізде активтеніп ішке кіру арқылы бізде осындай өзгерістер пайда болады. Сонымен қатар қорғаныш қабаты әлсіреген кезде тұз қышқылы, пепсин, асқазанның барлығы тікелей әсер етіп, қабыну процесін дамытады. Қабыну кезінде бізде гиперемиялар, ісіну, инфильтрация сияқты өзгерістер болады. Ендігі бізде клиникасына келетін болса, клиникасында бізде бірінші белгілері жедел немесе созылмалы деп бөлеміз. Қарап отырсаңыздар, бізде тамақтан болғаннан кейін ол бізде бірінші эпигастрия аймағындағы ауырсыну себебі эпигастрия аймағында бізде асқазан орналасқан. Ол немесе тамақтан кейін, немесе аш қаранда, мүлдем тамақ жемеген кезде. Ауырсыну сипаты бізде сыздаған, күйдірген, немесе қысқан тәрізді ауыру сезімдері көруге болады. Жүрек айну, кейде құсу, бізде көбінесе адамда лоқсу сияқты жүрек айну болады. Сонымен қатар бізде қыжыл, яғни біз оны изжога деп атаймыз, кекіру, қышқыл немесе ащы дәммен. Яғни осы біздегі асқазан ішіндегі ферменттер шығу арқылы бізде қышқыл дәм аузымызға келетін болып табылады. Ауызда жағымсыз иіс, осы қышқыл дәмнен ауыздан жағымсыз иіс шыға бастайды. Тәбеттің төмендеуі, іштің кебуі, әлсіздік, шаршағыштық ол бізде өзі интоксикациялық синдромдар болып табылады. Салмақтың азаю да осыда көруімізге болады. Тағы бізде патогенезден қайт тоқталатын болса, мына қарасаңыз тұз қышқылы, пепсин ферменттері, бактериялар, қорғаныс факторларын барлығы мына тоқталып айттық. Жедел геморрагиялық гастрит те бар. Ол бізде осы асқазанның сілемейлі қабығының айқын диффузды гиперемиясы, яғни қызару және ісінуі. Сонымен қатар бізде
көбінесе осы гастрит шалдыққан адамдарда асқазанда өзгерістер болады, иә. Қандай өзгерістер? Мына суреттерге қарап сіздер қарасаңыздар болады. Бізде норма жағында асқазанда қандай өзгерістер болады? Мына шырышты қабатты таза көріп тұрсыздар ма? Ешқандай өзгерістер жоқ. Бізде мына жақта гастритте шырышты қабаты бұзылған, яғни гиперемия, ісіну бар бұл жақта. Лейкоциттер жиналады, яғни бізде қабыну болып жатқан кезде есімізге түсіруіміз керек. Қабыну сабақтарынан бізде 3 сатыға бөлеміз, яғни ол бізде альтерация, эксудация және пролиферация. Бізде айқын осы бізде альтерациясы көрінеді. Осы кезде бізде медиаторлар жиналу арқылы лейкоциттер, лимфоциттер жиналады, потому что олар бізде қорғану есебінен, қорғаймыз деп көптен көп келетін болып табылады. Эпителий ұшаларының дистрофиясы, бездердің зақымдануы деген сияқты өзгерістер болады. Көбінесе атрофия бездердің біртіндеп жойылады, шырышты қабаттың жұқаруын көре аламыз, ішек тіпті метаплазия, эпителийдің өзгеру сияқты көз жағдайлар көре аламыз. Эрозиялар, беткейлік жаралар, яғни бізде гастроскопияда көрсеткен кезде тексеру әдістеріне бізде эрозиялар, ойық жара қалып келуі мүмкін, яғни бұл бізде жедел болғанымен, бұл бізде оның асқынуы бізде көбінесе ойық жарасы, яғни ойық жарадан бізде көбінесе обырына алып келуі мүмкін, иә. Бұл жақта функционалды өзгерістер, тұшқышқылың деңгейінің өзгеру, ас қорытуының бұзылуы деген сияқты өзгерістер көреміз. Яғни міне қараңыздар, атрофический, эритематозный деп белгілерінің көрсетілген, геморрагиялық түрінде қалай болған, эрозиялық түрінде қандай болған, гастриттің эритематозды түрінде, атрофиялық түрлерінде қандай болған деп міне қарастыра аламыз. Диагностикасы ретінде көбінесе бізде гастрофибра, гастродуоноскопия, ФГДС деп аталады көбінесе бізде. Сонымен қатар өте жеңіл, ол бізде қан анализін көре аламыз, және хеликобактер пилориға анализ тапсыра аламыз. Хеликобактер оң болатын болса, бактериясы болатын болса, онда біз гастритті бірден бір себеп пайда болды деп ойлай аламыз. Емдейтін нәрселер бізде көбінесе қазіргі жастарда көбінесе бізде созылмалы гастрит, біз тамақтануымыз дұрыс емес. Көптеген стресс жағдайлар, жасөспірім адамдарда стресс жағдайлар тамақтан дұрыс емес болғандықтан бізде көбінесе созылмалы гастритке айналып кетеді, және бұл жақта бізде асқазан ауруларын емдейтін дәрілермен емдеуімізге болады. Көбінесе факторларын жаңағыны айтып кеттік, тамақтану, стресс, хеликобактер пилори бактериясы бірден бір себеп болып табылады. Міне бізде осы созылмалы гастриттің қауіпті асқынуы бізде ойық жарадан бізде обырына айналып кете алады. Өте тез, өте қалай айналғанын да білмей қалуға болады. Бізде асқазанның анатомиясын еске түсіретін болса, пилорикалық, кардиялық бөлімдері бар, пилорикалық бөлімдегі мүлдем полный бізде толық гастрит, пангастрит дейді, толық гастрит алып жатса пангастрит болады, немесе денесінде гастриттің деген сияқты гастриттің түрлерін бөле аламыз.